Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Қарыннан құтылу жолдары. Май адам өмір сүруіне керекті механизм. Ол адамға суық мезгілден аман-есен шығуға көмектеседі. Сол себепті денеде майдың жинақталу қалыпты үрдіс. Тек оны белгілі бір деңгейден асырмаса болғаны. Май жиналуының механизмі қандай? Біріншіден әрине көмірсуды мөлшерден тыс пайдалану. Ағзада көмірсудың мөлшерін артық сақтайтын арнайы орын болмағандықтан ол біртіндеп жинақталып майға айналады. Аталған механизм гликоген ретінде бұлшық етте 80 грамм және сондай мөлшерде бауырда сақталады. Ал қалған артық көмірсулар денеде май түрінде кездеседі. Сонымен қатар майды көп көлемде пайдалану май қорына әсер етеді. 100 грамм майда 900 килокалорий бар. Май ағзада көмірсудан анағұрлым тез жиналады. Оның ағзадан бөлініп шығу өте қиын және ол қуат күші ретінде ең соңғы кезекте іске көшеді. Мәселен, егер сіз құнарлығы жоғары тамақты күнделікті қажет мөлшерден артық ішсеңіз, бойыңыздағы барлық артық нәрлі зат ағзада май ретінде сақталады. Май тері асты жас ұнығында жинақталады. Оны висцералдық май деп атайды. Қарын майды қажеттен тыс пайдаланатыныңыздан хабардар етіп, алдағы уақытта жүрек тамыр ауруына, қан ұюы, венаның кеңеюі, жүрек талмасы және инсульт секілді сырқаттарға шалдығып қалуыңыз мүмкін екенін ескертеді. Ондай майлар престің астында толығып, қарынға айналады. Егер адамның пресі күшті болса, оны қадағалап ұстау жеңіл болады. Ал әлсіз жағдайда әрине ол қарынның шығуына әсер етеді. Ішке арналған жаттығулар қарыңыздағы майдан арылуға көмектеседі. Ол үшін сіз үнемі арнайы преске арналған жаттығуларды қайталап, ішіңізді салафанмен бүркеп орап жүгіруіңіз керек. Ол денені жылдам терлетіп, ағзаға қосымша салмақ түсіреді. Майдың жиналуына кедергі жасап отыру керек. Ол үшін қарыңыздағы май кеткенінше құрамында көмірсуы көп, қант, ұн, тағы басқа тағамдардан бас тартып, құнарлығы неғұрлым аз тағамдарды жеуіңіз керек. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.